Армысыздар, құрметті менің көрермендерім. Тәуелсіздігіміздің 31 жылы құтты болсын. Бұл жолда қаншама ардақтыларымыз көз жұмып, қаншама майданға түсті. Ал енді бізде мына рахат өмірдегі ұрпақтары сол тәуелсіздіктің қадірін біліп, бұл жолда үлкен бір еңбек атқаруымыз қажет. Және де тәуелсіздіктің мәнін түсініп, ол тек қана сөзде емес тәуелсіздік деген. Ол тілде тәуелсіздік, рухта тәуелсіздік, адамның ішкі дүниесіндегі тәуелсіздік, бұл басты мәселе. Бабамыздың айтып кеткен жүрген жолымен жүріп, және де ол кісілердің басқан қадамын басып, мына қазіргі адамгершіліктен шығып бара жатқан қоғамда Еуропаға, Ресей, көршіміз Ресей, олардың жастарына еліктемей, өзіміздің жастарға, ұрпақтарға дұрыс тәрбие беруіміз қажет. Біздің рухани тәуелділігіміз соларға қарай көшіп бара жатыр. Яғни рухани тәуелсіздіктен айырылып бара жатырмыз. Кім рухани тәуелсіздіктен айырылатын болса, онда оның құритыны сөзсіз. Ал рухани тәуелсіздік ол ұлттың және де сол мекендегі жандардың ұлттық құндылықтары және де мәдениеті, салт дәстүрі, басқа да осындай рухани дүниелер, ол тәуелсіздік, жанның тәуелсіздігі. Сол себептен рухани тәуелсіздігімізден айырылып қалмайық, ұрпағымызға дұрыс бағдар беріп, бұл күні тәуелсіздік жолында құрбан болған жандардың хақына, олардың артынан дұға тілеуді ұмытпағайсыздар. Әрдайым түзу жолда жүру нәсіп болғай. Аман болыңыздар ағайын, келесі кездескенше қош аман. Өткен талай ғасырлардан небір жайсаң асылдардан ой саман ай.